Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін 14 қазан 2023 жыл, батыс уақытымен сағат 19:00. Құрметті бауырлар, жаңағы евро классы келмейтін евро 3, евро 2, евро 1 автокөліктер, Грузия, Монғолия сияқты үшінші мемлекеттерден кірген автокөліктер, Евразиялық экономикалық одақ елдеріне қатысы кірмейтін елдерден келген автокөліктердің бәрі СБГТС сертификат соответствия дейді. Соны евро классы төмен жылы көне автокөліктердің бәріне рұқсат беріледі, рұқсат берілді, алуларыңызға болады. Ешқандай мәселе жоқ. Бүгін пробный версиялардың бәрі өтті, бәрі жақсы штатный күйде жұмыс жасап тұр. Алдағы аптадан әрбір облыс орталықтарында немесе қалаларда орналасқан, республикалық маңызды қалаларда орналасқан сертификация беретін жер, СБГТС беретін жерлердің бәрінен барып алуларыңызға болады. Сертификаттарыңызды алып, кейден тазартуларыңызды өткізіп, сосын ары қарата заңдастыруға 215 мың первичный утилдің орнына төлеп автокөліктеріңізді қоюға рұқсат. 1 қыркүйекке дейін кірген автокөліктер. Нақты қандай құжаттар керек, бәрін сол сертификация беретін жерлерден барып білулеріңізге болады, немесе номерлерді интернетте табуларыңызға болады. Сол жақтан хабарласып сұрасаңыздар болады. Құрметті бауырлар, бірден айта кетейік, жаңағы мәшасы техникалық жағдайы жарамайтын, бұзылып тұрған, түйілген немесе бұзылып жатқан, техникалық жағдайы келіспейтін автокөліктерге оларды өткізбейді. СБГТС алуға барардың алдында, сертификат алудың алдында, барардың алдында автокөліктеріңізді жөндеп, кәдімгідей техникалық жағдайын жақсартып, сөйтіп апаруға міндетті. Өйткені техникалық жағдайы төмен автокөліктерді тіркеуге қоймайды, СБГТСтен өтелмейді. СБГТСтен өтелмейді, тіркеуге қоймайды, СБГТСтен өтелмейді. Сосын автокөліктердің жағдайларын жақсылап, дұрыстап апарғандарыңыз жөн болады. Қазір бүгін 14 қазан батыс уақытымен сағат 19:00. Мен өзім жолда келатырмын, сапарда келатырмын. Кешірім өтінеміз. Бұл хабар мана ертерек келген болатын, бірағында тоқтап, қазір видео түсірудің мүмкіндігі қазір осы жерде туып жатыр. Енді осы СБГТС мәселесін бәрін орындап, не істеп жүрген ол әрине сауда және интеграция министрлігі бар. Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрлігінің ұжымына мыңда бір алғысымызды айтамыз, дұғай сәлемімізді айтамыз. Бәріңізге көп рахмет. Осы сауда және интеграция министрлігінің ұжымы және осымен тікелей СБГТС-пен айналысатын Қазақстан Республикасының метрология және техникалық реттеу комитеті бар. Соның басшысы Елікбаев Қуаныш мырзаға мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Қанша жерде үлкен басшы болса да, не болса да, кәдімгі қарапайымдылық танытып, естуші үкімет қағидасын көрсетіп, халықтың зар мұңына, проблемасына құлақ асып, бәріне көмектесіп, кәдімгідей осы СБГТС-ті алып шыққан азамат Елікбаев Қуаныш Нұрланұлы, сізге мыңда бір алғыс. Сіздің техникалық реттеу және метрология комитетінің ұжымына бәріне дұғай сәлем, дұғай алғыс айтамыз. Мыңдаған министрлігіңізде бәріне де халықтың артынан естуші үкімет бар жерде жақсы орындап алғысын алатын, алғыс беретін әрқашанда көруші халық бар екенін жеткізгіміз келеді. Енді әрқашанда осы алған беттеріңізден таймай, халықтың зар мұңын естіп, бүкіл проблемаларын оң жағынан шешіп, халық үшін қызмет жасауға, адал қызмет жасауға тілектеспіз және сөйтіп жасайды деген сенімдеміз 100%. Алған беттеріңізден қайтпаңыз. Көп сіздерге рахмет. Енді осы қуаныш жаңалық, құрметті бауырлар, сіздермен бөліскім келіп тұр. Есімім Еркебұлан, Ақтөбеден сөйлеп тұрмын. Сол барып СБГТСтеріңіз алдағы аптадан бірінші күннен бастап барып кез келген жерден алуларыңызға болады. Кез келген емес, нақты көрсетілген жерден, аккредитациядан өткен жерлерден. Қандай шектеулер болатынын жоғарыда айта кеттік. Солардың бәрін ескеріп барсаңыздар, сол жақта толық мағлұматты сол жаңағы мына СБГТСтен өткізетін жерлердің өздерінің телефон нөмірімен хабарласып алуларыңызға болады. Әлі көптеген мәселелер бар. Алдағы аптада амандық болса, черный списокте тұрған автокөліктер, сосын двойной ГРНЗ, сосын тағы сондай сопутствующий проблемалардың бәрі шешіледі. Алдағы аптада шешіле жатады. Амандық болса, бәрін ортаға салып, бірден уже кәдімгідей іске жүзеге асқан бойда ортаға салып айтып отыратын боламыз. Құрметті бауырлар, назарларыңызға көп рахмет. Жолдағыларға ақ жол, абайлап жүріңіздер, баратын жерлеріңізге асықпай, жол көлік ережесін сақтап, аман сау жетіп оларыңызға тілектеспіз. Өзім де жолда келе жатырмын. Менің де жолым болсын, сіздердің де жолдарыңыз болсын. Бәрімізге ақ нөмір бұйырып, жақсы қуанышты күндерде кездесеміз деген сенімдеміз. Осы қазақтың бір кішкентай да осы бір кәдесіне жарағанымыз үшін қуаныштымыз. Біз успокоительный группа емес, біз инициативный группа болып, өзіміз ынталау жаңағыдай белсенді топ ретінде құрылып, барымызша осы мәселелерді шешілуге, қазақтың кәдесіне жарауға атсалысып жүрген азаматтарымыз. Назарларыңызға көп рахмет. Жолдарыңыз болсын, құрметті бауырлар.